Бізге кішкентайымыздан бері кітап оқыған пайдалы дейді, кітап оқы дейді. Ал неге деп сұрасақ, ақылдырақ боласың, тіл байлығың көбейеді дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Онда кітаптың барлық пайдасы осымен біткені ма? Мен ата-анамның тәрбиесінің арқасында жастайымнан кітапқа жақынмын. Қазірге дейін 200-ден астам кітап оқып тастадым. Бірақ мен өзімді басқалардан ақылдырақ, тіл байлығым молырақ деп айтпаймын, есептемеймін. Кітаптың да түрі болады, ол психология туралы болуы мүмкін, көркем әдебиет болуы мүмкін, нон-фикшн болуы мүмкін. Сен психологияны оқып, психолог маман болып кетпейсің. Абай жолын оқып, абайтанушы немесе бірден шешен болып кетпейсің. Бірақ бұл кітаптың пайдасының жоқ деген сөз емес. Және мен қазір саған кітапты неге оқу керек екенін айтатын боламын. Әрқашан жан дүниесі таза, көзқарасы кең адам бізге басқаларынан жақынырақ сезіледі, әдемірек көрінеді. Ал бұған жетудің ең тез жолы кітап оқу. Кітапты сан үшін барынша көп қылып, жай тез оқи беру емес, ол әр кітаптың әр бетіне, әр сөйлеміне үңіліп, ойланып, соны миыңа жазып, оқу. Тереңнен бәрін асықпай оқу керек. Әр оқылған кітап адамға жаңа тәжірибе береді, ой салады, көзқарасын кеңейтеді. Адам кітапты оқығанда тек білімді ғана ала қоймайды. Ол өзінің ойлау тәсілін өзгертеді, көзқарасын кеңейтеді, өзін басқа қырынан тани бастайды, қазіргі өзінен мүлде басқа адам жасай бастайды кітап оқыған кезде. Және өзін жақсы түсінетін адам басқаларды да жақсы түсінеді. Ол сенің өзіңді біреудің орнына қоюды, эмпатияңды көтереді, дамытады. Бұл біздің қазіргі социалдық адамдармен қарым-қатынастан тұратын қоғамда өте маңызды зат, құрал, сезім. Ал егер сіз бұрын кітап оқымасаңыз немесе кітап оқуды ұнатпасаңыз, сізге өзіңізге ұнайтын кітапты табу керек. Ол басында оқу қиын болуы мүмкін, жалықтыратын, зеріктіретін болуы мүмкін, бірақ содан өткен соң сен үлкен сыйға ие боласың. Мен өзім бұрын кітап оқымаған адамдарға ертегілерден бастау кеңес беремін, немесе өзі қызығатын тақырып тауып, соған арналған кітаптар оқыса болады. Бірден үлкен классикалық немесе бестселлерлерге жүгірудің қажеті жоқ. Мен саған ертегілерден бастауға кеңес беретін едім, немесе Антуан де Сент-Экзюперидің Кішкентай ханзада атты, сол ертегі тәріздес оңай оқылатын, бірақ үлкен ойлар сыйлай алатын шығармасы бар. Ал егер оқу саған қиын болса, қазір интернетте түрлі аудио кітаптар тыңдасаң болады. Немесе қазір ютубта тағы да кітапхан атты шоу жобасы бар. Ол қазақ классикалық шығармаларын 1 сағат, 2 сағаттың ішінде толығымен баяндап, әзілмен әрлеп жеткізіп береді. Қазіргі кезде кітап оқудың өзі оңайырақ болып кеткен. Себебі интернеттен көрсек болады, тыңдасақ болады, оқысақ болады. Менің өзіме ұнайтын кітаптар, кеңес беретін кітаптар, Мартин Иден, ол Джек Лондонның жалғыздық туралы, адамның қайсарлығы, талабы туралы кітап. Және тағы да Менің атым Қожа, немесе Балалық шаққа саяхат. Сол постсоғыстық уақыттағы қазақ даласындағы балалардың өмірі өте жеңіл оқылады, бірақ үлкен ой сыйлай алады. Менің кітап оқу арқылы алған заттарым көп сөйлемей түсіну, сөзбен емес, оймен жеткізу, басқалардың көзқарасына ене білу. Кітап оқу менің ішкі әлемімді толығымен қалыптастырған зат. Менде қазір қолымда телефон, сценарий жазғам, өзіме шпаргалка ретінде, мына қолымда Абай жолы. Осы туралы бірдеңе айтам ба деп едім, болмай қалды. Видео қазір түспей тұрса қиын болады маған.